Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды зат есім 75-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жауап беремін. Негізгі және туынды зат есімдерді анықтаймыз. 35-ші жаттығу. Мәтінді тыңда, өнерлі бала. Өсер анасына еріп, жақын ағайындарына қонаққа келді. Бұл үйде Бекжан деген бала мен оның қарындасы Гүлжан бар екен. 3 бала үлкендерге араласпай бөлек бөлмеде ойнады. Бекжан мен Гүлжан барлық ойыншықтарын жайып салды. Олардың ішінен Өсерге зымыран ойыншығы ұнады, қатты ұнады. Әлден уақытта Өсерді анасы шақырды. Ол отырып шай іше бастағаны сол еді, баж етіп жылаған Гүлжанның дауысы естілді. Іле-шала ол ботадай боздап жылап кірді. Қолына зымыран ойыншығын ұстап алыпты. Не боп қалды? Бекжан мынаны сындырып тастады. Гүлжан, деді осы кезде орнынан тұрған Өсер. Жүр, өзіміз жөндеп көрейік. Әлден уақытта қонақ бөлмеге Гүлжан жүгіріп келді. Әке, ана, міне жүреді, деді. Өсер жөндеді, деді. Енді ғана батылдана есік алдына келіп тұрған бүлдіргіш Бекжан. Жарайсың, балақай, өнерлі екесің, деп мақтай бастады бәрі. Өнерлі өрге жүзеді, дейді халық. Ермек Өтетілеуұлынан. Демек, балалар, бұл жерде Өсер деген бала өте ақылды, өнерлі, тәртіпті, ақылды бала екен, иә? Балалар, мәтін мазмұны бойынша төмендегі ақпараттардың дұрыс бұрыстығын анықтаймыз. Өсер анасымен бірге қонаққа келді. Дұрыс. Бекжан Гүлжандармен қосылып кітап оқыды. Бұрыс. Гүлжан дауысын шығармай жылады. Бұрыс. Зымыран ойыншығы Өсерге ұнады. Дұрыс. Өсер ойыншықты желім ермексаздың көмегімен жөндеді. Бұрыс. Өсерді өнерлі бала екесін деп мақтады. Ол дұрыс. Сөздерді мәтін кейіпкерлерінің әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Сөздерді оқы, әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық, неге? Демек, балалар, бұл жерде бірінші қатарда Өсер, Гүлжан, Бекжан, зымыран, ана. Бұл жерде, балалар, артық сөз зымыран, не? Өсер, Гүлжан, Бекжан, ана, ол мәтіндегі адамдар, кейіпкерлер, е? Ал зымыран ол ойыншық, басқа мағынада қолданылып тұр. Екінші қатарда ағайындар, үлкендер, қонақтар, нағашы, ойыншықтар. Бұл жерде, балалар, ағайындар, үлкендер, қонақтар, ойыншықтар, бұлар көптік жалғанған сөздер, көпше түрде тұр. Ал нағашы деген сөзіміз ол жекеше тұр. Үшінші қатарда ойыншық, бөлме, бүлдіргіш, балақай, халық. Бұл жерде, балалар, ойыншық, бөлме, бүлдіргіш, балақай осы мәтінге тиесілі сөздер. Ал халық бұл мәтінде жоқ сөз, балалар. Халық сөзі артық екен. Демек, бірінші қатарда зымыран, екінші қатарда нағашы сөзі, үшінші қатарда халық сөзі артық. 36-шы жаттығу. Белгілі суретші Ағымсалы Зүлхановтың аңшылық атты суретіне зер сал. Сурет несімен қызықтырады, балалар? Суретті көріп, қандай сезімде болдың? Ойыңмен бөліс. Сурет бойынша қысқа мәтін құрастыр. Оны айтуға дайындал. Құрастырылған мәтініңді жаз. Жазғаныңды тексер. Аңшы суреті бар, я? Таз ит, бүркіт бар екен, балалар. Демек, аңшы аң аулауды кәсіп еткен адам. Оны құсбегі бапкер деп те атайды. Аңшылықтың тазымен аң, қағу, саят, сонар, салбұрын деген сияқты түрлері болады. Қарудың көмегімен аң аулау аңшылық, ал ит пен жыртқыш құстардың көмегімен аң түсіруді саятшылық деп атайды. Аңшылық адамзаттың ең көне және ең алғашқы күнкөріс қарекетінің бірі болғанымен, уақыт өте келе кәсіпке ұласып, орта ғасырдың соңына дейін шаруашылықтың негізгі бір түріне айналды.
Кейде аңға көңіл көтеру үшін де шығады. Ит жүгіртіп, құс салу серілік, салтанат деп саналған. 37-ші жаттығу өтірік өлеңнің қатесін түзеп жаз. Шалғы қайрап қаймақпен, шұбат іштім қайрақпен, шортан аулап шарбақпен, шөп қоршадым қармақпен. Есентай Ерботин. Демек, шалғы қайрап қайрақпен болады, я? Шұбат іштім қаймақпен, шортан аулап қармақпен болады, шөп қоршадым шарбақпен, балалар. Міне, балалар. Шалғы қайрап қайрақпен, шұбат іштім қаймақпен, шортан аулап қармақпен, шөп қоршадым шарбақпен болады. 38-ші жаттығу. Сызбадағы сурет пен тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрап айт. Біздерге балалар, бұл жерде оқушы қыз берілген екен, ол ою қиып жатыр, я? Өнерлі, билейді, ойы ояды, үздік оқушы ән салады сөздермен. Балалар, тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрап айтайық. Айдана деп алайық. Айдана үздік оқушы. Ол 10 саусағынан өнер тамған, өнерлі де, анасынан мол тәрбие алған. Айдана ән салады, би билейді. Шығармашылық үзіліс. 39-ші жаттығу. Балалар, пирамидадағы цифрларды нақыл сөз шығатындай ретпен орналастыр. Демек, балалар, ең алдымен 5 саны тұр екен. Ө әрпі. Жігіт көркі, балалар, өнер екен, балалар. Нақыл сөзіміз шықты. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.